Енді мектептерге охрана қою керек. Есіктің алдына кірген шыққан адам тексеретін, қалталарын тексеретін, сумкаларын тексеретін, оқушылардың сумкаларын тексеру керек, қалталарын тексеру керек. Мектепке не алып кіреді, не алып шығады, барлығын тексеру керек. Қазір неше түрлі мұғалімдер жазып жатыр, мектептерді тексерсін деген видеодан кейін презервативпен келеді балалар дейді. Темекі бер жақ дейді, темекіге үйреніп қалдық дейді. Уже асырын емес дейді, темекі электронный дейтіндер уже үйреншік жағдай дейді. Презерватив алып келіп, балалар неше түрін жасап жатыр дейді. Қазір мектептен шыққаннан кейін мектеп қоңыраудың ортасында туалетке барып дейді. Алла сақтасын, мен дейді шошыдым ананы көріп бар ғой. Дәл қазір балалардың соткасын алыңыздар, тексеріңіз, Google историясын қараңыздар, не қарап жүр? Порно қарайды дейді балалар дейді. Барлығы түгел 5-ші класстан бастап жоғарғы классқа дейін барлығын соткасын тексерсе, сондай нәрсе шығып жатыр дейді. Мұғалімдер айтып жатыр. Қазір историяларын кетіріп тастайды дейді. Историясын кетіргенде қарайтын программа бар. Сонымен қарап, бәрін көріп отырып дейді, не қарап жатқан. Ата-аналардан контроль жоқ дейді. Ата-аналар тексермейді ештеңе қарамайды, балаларында контроль жоқ дейді. Сондықтан телеграмын қараңыздар, Google'ын қараңыздар, WhatsApp'тан кіммен сөйлесіп жатыр, барлығын тексеріңіздер. Қазір балалар жесткий контроль керек. Қазір CSGO қарап алып, киімін көрсеңіздер, кәдімгі Counter-Strike'тағы киімдер сияқты қолғабына шейін жарты саусақ шығып тұратын бар ғой. Барлығын солардан қарап істеп жатыр, ойындардан. Қазір адам өлтіру үйреншікті жағдай сияқты, ойындағыдай сияқты істеп жатыр да. Алла сақтасын. Сондықтан ондай ойындар түгелімен жою керек, түгелімен запрет қою керек. Ешқандай ойын керек емес адам өлтіретін. Себебі бұл нәрсе адамның миын улайды. Одан кейін мектептерде полный тексерсін осылай. Не бүлдіріп жатыр балалар? Қалталары не алып кіріп жатыр? Одан кейін бөтен адам кіре алмайтындай, кешегі жағдайдан кейін бөтен адам кіре алмайтындай қылып жасау керек та. Барлығын тексеру керек деймін. Мектептен басталады. Мұғалімдерге жабудың қажеті жоқ, ата-аналар тексермейді дейді. Мұғалімдер ата-аналарын айтатын болса, сен балаң осындай нәрсе жасап жүр деп, ата-аналар шок болады дейді. Мен балама сөз айтпай, мен балам шаруаң болмасын, хақың жоқ деген әңгіме айтады. Сондықтан мектептерде сұмдық жағдай болып жатыр дейді. Барлығын тексеру керек ата-аналар. Кешегі видеодан түсінбегенім, неге бала есіктен кіре алмай қалды, неге кіріп кетірді да қашып кетті, неге апай неге есікті бүйтіп ұстап тұр, неге кіргізіп алмады деген ойлар келіп жатыр да кешеден бері. Былай қараймын, видеоны былай қараймын, есікті бүйтіп жауып тұрған сияқты болды. Бала кіре алмаған себепті былай қарай қашты да баспалдақтан төмен түсіп кетті. Барлығы салып жатыр, барлығы өлтірген сәтін салып жатыр, қанап атқан сәтін салып жатыр. Ата-анасына өте қиын. Бала да сол жерде қорқыныш, енді әрбір бала сенің балаң сияқты ғой, жалпы баланың бөтені болмайды дейді ғой. Өз балаңды елестетесің да, егер менің балам сондай жағдайда болса қандай күйде боламын деп. Жүрегің қанжылайды, жүрегіміз ауырды кешеден бері. Енді сондай видеоны салып жатқан, сондай кадрлерді салып жатқан адамдар кішкене ойланбай ма деп ойлаппасын. Әрбір қараған адам стресс болады, уайым болады, және де сол уайымнан раковый клеткалар оянып кетуі мүмкін да, стресстан. Онкологически ауырып кетуі мүмкін адам. Сондай видеоларды көріп отыр, сондай кадрлерді көріп отыр. Енді ана жерде ата-анасына сабыр берсін, өте қиын жағдай. Өте қиын. Мен дейтін андай нәрсе қабылдай алмаймын. Оправдание жоқ, ана балаға өлтірген балаға оправдание жоқ. Аллах тағала екі дүниеде жазасын берсін. Солай азапталып өлуін нәсіп етсін деп тілейміз, басқа ешқандай не жоқ. Оправдать ететін нәрсе жоқ та. Өздерінің группалары бар екен, ана балдардың сөйтіп тапсырма беріп жібереді екен да, бар өлтір деп. Осознанно келіп тұр. Мен дейтін пожизненно кетемін деп осознанно келіп тұр да. Негізі бізде де сондай әңгіме болуы мүмкін. Руға бөліну, ұлтыңды биік санау, біздің қазақ биікке ұлтымызды құрметтейміз, бірақ та басқалардан биік санамаймыз ұлтымызды. Солай болу керек. Тәрбие, үйдегі тәрбие. Үйімізде не әңгіме айтамыз, балалар сол нәрсені сіңіреді. Біз постоянно қазақ, біз бүйтеміз, орыстар, ана қытайлар бүйтуіміз керек, сөйтуіміз керек десе, сені тыңдаған бала далаға шыққанда соларды көретін болса, ашумен жүреді да, мынау дейтін осындай екен ғой, оказывается деген сияқты. Бүйту керек екен. Ешқашан ондай тәрбие бермеңіз балаңызға. Ондай әңгіме айтпаңыз үйде. Ол руға бөліну, біз берістер бүйткен, біз таздар, адайлар дейтін, жауға шаққан, бүйткен сөйткен. Құрметте, бірақ та биік санама, төмен санама басқаларды өзіңнен. Ең надандықтың ең төменгі дәрежесі дейді шариғатта бұндай нәрсені. Ең төменгі ұлтыңмен мақтану, нәсіліңмен мақтану, терінің цветімен мақтану, бұл нәрсе надандықтың ең төменгі дәрежесі. Кімде кімнің жүрегінде шаңның тозағындай тәкаппарлық болса дейді, сөйтіп мақтануды биік санау. Бұл адам жәннаттың иісінде сезбейді дейді. Бәріміз біріміз, теңбіз. Себебі біз таңдаған жоқпыз. Мен қазақ болайыншы, мен орыс болайыншы таңдаған жоқ та ешкім. Біз солай жаратылдық, сол нәрсеге разы боламыз, болды. Шүкір етеміз сондай болып жаратылғанымызға, болды. Ұлттың жаманы болмайды деп үйрету керек. Адамдар жаман болып жатқан. Адамдар дұрыс нәрсе үйретпей жатыр.
дұрыс нәрсе көрсетпей жатыр, сөйтіп үйрету керек та. Ұлттың жаманы болмайды, адамдардың жаманы болады деп. Жүректі ауыртты кешегі нәрсе. Қалайсыздар ағайындар, қалдарыңызға қалай денсаулықтарыңыз? Мына тәжік баланың оқиғасын естіп жатқан шығарсыздар. 10 жастағы бала мектепке барып, мектеп қабырғасында қайтыс болған. Масқара жағдай ма? Бұдан артық қандай жағдай болуы мүмкін енді білмеймін енді. Оқуға таңертең үсті басын қағып, тамағын беріп, әке-шешесі шығарып салады. Осындай жағдай естиді. Мектеп қабырғасында басқа жер емес. Оқу үшін, білім алу үшін барады. Біраз жүректі толғататын нәрсе. Кез келгеніміздің басымыздан өтуі мүмкін. Басқа мемлекет болса да, біздің Қазақстанда Құдай сақтасын болмасын, бірақ сақтықта қорлық жоқ дейді. Жұмыс деп бәріміз жұмыс істеп жүрік. Ал балаларымыз не істеп жүргенін толық қараймай, толық назарды аударамай жүрік та негізі көбіміз, байқасаңыздар. Уақыт жетпейді. Жұмыстан үйге келесің, бір жарты сағат, 10 минут бөлмесең жатасың. Қазір бір ата-аналар бар. Ой, біз көп бөлеміз дейтіндер. Мен қоғамдық мәселені айтып отырмын. Қазір зұлым заман болып тұр. Кішкентай балалар өзінен үлкендеу баланың кесірінен өліп тұр ғой. Зұлым заманда бұл енді. Ақыр заманның ақыр заманы болып тұр кәз. Ақыр заманның ұйықтақ балдаудық бойым өлемен. Өз шатасып кетті, не болып отқан. Масқара. Біреу күлуі мүмкін. Оны тек қана мына баласы барлар түсінеді. Баланың мысалы әкесі жоқ. Тек анасы ғана. Бүкіл ауыртпашылықты көтеретін анасы тағы да. Әкесі жоқ. Сондықтан қайғырып көңіл айтам өз басымнан. Бұл бізге келетін болсақ, біздің қазақ ағайындарға балаларға назар аударыңыздар, көп уақытты бөліңіздер. Әсіресе мына еркектер балаларын тастап, тентіреп, басқа қатынның көтінен кет қамай, әйелім бүйтті, әйелім сөйтті демей, өзің тұқымыңа назар аудар. Балаңмен көп уақыт өткіз. Ол бала еркектің жанында, әкесінің жанында қанша дегенмен бір жерін қысып, төмен қарап жүреді. Шошаңдап кетпейді. Шошаңдаудың кесірінен басқа біреудің баласына зиянын келтіріп отыр. Сол да әкенің дұрыс назар аудармай қалғанынан деп ойлаймын. Қоғам дейміз, бірақ отбасын түзеп отыратын, тәртіпке келтіріп отыратын, тәйттеп отыратын тек әке ғой. Ол мамасына ешқашан бағынбайды. Басқа ұл бала. Сондықтан қызымызға, ұлымызға ие болайық. Жан-жақтың бәрі қазір бір түрлі заман болып отыр ғой, байқасаңыздар. Соны айтқым келеді. Сондықтан мейірімді болайық, бар болайық. Балалардың тәлім тәрбиесіне, қанша миллион жерден бай болсаң да, тәлім тәрбиесіне көп назар аударайық. Сау болыңыздар.